Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен география пәні сабағында жасанды интеллекттерді қолдану арқылы тапсырма құрастыруды көрсетеміз. Сабақтың тақырыбы литосфераның құрылысы және заттық құрамы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 7.3.1.1 литосфераның құрылысы мен заттық құрамын анықтау. Оқу мақсаты оқушылар литосфера құрылысын және заттық құрамын зерттеп, ерекшелігін сипаттайды. Бұл тақырып бізде 7 сыныпта 1 тоқсанда берілген. Осы мақсат бойынша бізде тапсырма литосфера қабаттары мен заттық құрам бойынша 3D модель жасау және талдау. Бұл тапсырма бойынша оқушылар Gemini, ChatGPT және Triple AI секілді жасанды интеллекттерді қолданады. Бұл тапсырманы орындау үшін біз сіздерге беретін дайын нұсқаулықтан ең алдымен ChatGPT-ға берілетін команданы көшіріп алыңыздар. Осыны ChatGPT-ға жіберіп, жақсы промпт жазып алуымыз қажет. Осы промпт арқылы біз Gemini платформасымен сурет генерациялаймыз. Бізге әдемі ағылшын тіліндегі промпт жазып береді. Промптты енді біз Gemini платформасына кіріп, создать изображение, яғни нано-банана арқылы суретті генерациялаймыз. Соңында in казах немесе қазақша деп жазуды ұмытпаймыз, себебі мен ұмытып кеттім. Сол үшін де екінші фото менде ағылшын тілінде болып кетті. Бұл жерде мен бірінші топқа осы бойынша, ал екінші топқа басқа промптты жазатын болсақ, сурет қалай генерациялайтынын көрсеткім келді. Яғни бірнеше топқа әртүрлі форматтағы суреттерді генерациялау қызықтырақ болады. Содан кейін біз Triple AI қосымшасына кіреміз. Бұны біз App Store немесе Play Market арқылы жүктеп аламыз. Кірген соң төмендегі Create батырмасын басамыз да, фото деген жерге өзіміздің 3D форматқа айналдыратын фотомызды таңдап, осы жаққа жүктейміз. Содан кейін Create деген батырманы басып, өзіміздің 3D моделімізді жасаймыз. Бұл жерде ескере кететін жай, төбесінде көріп тұрғандарыңыздай менің монетам 140-тан 115-ге азайды. Яғни бізде 3D модельді генерациялау саны шектеулі. Бұл жерде біз кіріп қараймыз. Бұл жерде 3D модельда суретті жақындатып, алыстатып, бірнеше қабаттарын жан-жағынан қарап, оқушылардан сұрақтар қойып, немесе оқушыларға осы 3D модель арқылы қабаттарын сұрау арқылы, осы қабаттарды сұрау барысында ерекшеліктеріне тоқталып кет деген секілді бірнеше сұрақтармен толықтыра отырып, осы тапсырманы кішкене қызықтырақ қылып көрсетсек болады. Бұл жерде жақсысы бізде екі фото арқылы екі 3D модель бір-бірінен өзгеше болады. Мысалы, бұл жерде жердің форматында, планетаның форматында болса, біздің бірінші 3D модель жердің кәдімгідей қабаты ретінде көрсетілген. Бұл жерде планетаның форматындағы видеода оқушыларға қызықтысы екеуінің кішкене айырмашылығын көретін болады. Біреуінде кішкене алыстан, ал бірінші фотода кішкене жақыннан ондай қабаттардың ерекшеліктерін көзбен көре алатындай болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.